Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді, бір жегеннен қатты жей бергің келетін салаттың түрі, яғни бізге баклажан, помидор, 2 жұмыртқа және майонез керек, және де бір бас чеснок керек болады. Біз баклажандарымызды алдымен осылай турап алатын боламыз, яғни жуып, тазалап, және де жұмыртқамызды осылай ыдысқа құйып, жақсылап араластырып, баклажандарымызды біртіндеп аунатып отырып, қызып тұрған тападағы майға салып қуырып отыратын боламыз. Яғни жақсы жұмыртқамыз бетіндегі жақсы қызғанша, баклажанымыз қуырылғанша осылай қуырып аламыз барлығын, екі жағын айналдыра отырып. Және де менде үлкен помидор болды. Мен оны осылай кішкене етіп турадым, және жіңішке болғаны жақсы. Және де мен бұл жерде чеснокты теркіден өткізіп, майонезімізді ыдысқа құйып, сол чеснокты араластырып алдым. Теркіден өткізген чесногымыз бар майонездің ішінде. Және де осылай біртіндеп бір баклажанға кішкене қасықпен майонез саламыз. Және де оның үстіне помидорымызды салып, және тағы да майонезімізді кішкене құйып, жауып отырамыз бетін. Мінекей өстіп барлығын жасаймыз. Жасап көріңіздер, өте дәмді салат. Және де жасағаннан кейін ұнап жатса, маған лайк басып, комментария жазып, маған тіркеліп отырыңыздар дегім еді. Және дайын болған салатымызды жарты сағаттай холодильникке қойып алсақ, өте дәмді шығады.